Өкпе реніш деген нәрсені қою керек. Претензия, біреуге қылт ете қалу, сылт ете қалу, кесірлі болу, осы нәрсе қызды да ұлды да өсірмейтін нәрсе. Кең болсаң кем болмайсың. Реніш деген мына жап-жарық өмірді қара көлеңке қылып жібереді. Анаған қараса ұнамайды, мынаған қараса жау ойлап тұрған сияқты. Сіз жаман ойлаған сайын сізге жаман адамдар жақындай береді өзі. Неге? Жұғыс күш болады. Сіз бір ұрыны қазір апарып вокзалдан түсірші, 3 күннен кейін өзі сияқты ұрыны тауып алады. Немесе бір профессорды апарып тасташы, 3 күннен кейін бір профессормен шай ішіп отырады. Әркім өзіне ыңғайлы адамға жақындайды. Қотыр атқа соқыр ат дейді қазақ. Сондықтан да сіз жақсы ойласаңыз, жарқын жүрсеңіз, сіз бәріне керексіз. Қылт-сылт, өкпешіл, реніші, обидасы, претензиясы көп адамды талантты болса да, дарын болса да ешкім керек қылмайды. Ал енді жарқын болса, мәмілең жақсы болса, кеңпейіл болсаң, кешірімді болсаң, талантың аз болса да, ақылың кем болса да, әйтеуір жұрт сені қасында ілестіріп жүріп, жақсылардың шарапатымен кісі болып кетесің.